Қайырлы күн, құрметті студенттер. Менің есімім Мұсаева Жазира Дәлелханқызы, арнайы пәндер оқытушысы, пән атауы аударма практикасы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы идиомаларды аудару. Сабақтың мақсаты идиомаларды аудару. Ағылшын тіліндегі идиомалар мен қазақ тіліндегі идиомалармен салыстыру. Идиомаларды қолдана отырып тапсырмаларды орындау. Ағылшын тілінің қолданылу аясы күннен күнге артқан сайын оған деген ғылыми қажеттілік те өсіп келеді. Ағылшын тілінің әдеби, лексика-фразеологиялық, терминдік, синонимдік, аймақтық тілдік нормалары жан-жақты әрі бай. Сондықтан да оны қолдануда көп жағдайда дұрыс мағынасын түсінбей қалатын жағдайлар жиі кездеседі. Идиома дегеніміз бірнеше сөздерден құралған, өзара семантикалық байланысы берік бір тұтас сөз тіркестері. Олар мәдени, ұлттық бояуы бар ерекше топқа жатады. Сөздердің орын ауыстыруға, өзге сөзбен алмастыруға болмайтын сөз тіркестерін жалпы бір тұтас мағынасы бар сөз тіркестерді атаймыз. Идиома бұл сөз тәртібін қатаң сақтайтын бүтін ретінде болатын сөз тіркесі. Мысалы, көздің қарашығы тура мағынада көздің қарашығы емес, ауыспалы мағынада өте қадірлейтін, құрметтейтін затты не адамды айтады. Әр тілде өз идиомалары бар. Сондықтан да солардың мағыналарын білуіміз қажет. Себебі оларды сөзбе-сөз аударғанда түсініспеушілікке болуы әбден мүмкін. Мысалы, ағылшын тілінде де көп мөлшерді қызықты идиомалар көптеп кездеседі. Сөздік қорды дамытуда тұрақты сөз тіркестерін, яғни идиомаларын алатын орны ерекше. Қазақ және ағылшын тілдерінде идиомалардың қолданылуы. Ағылшын тілі де қазақ тілі сияқты идиомалық тізбектерге бай, және олар кең қолданыста болып табылады. Ағылшын тіліндегі назар аударарлық фактінің бірі идиома ауыз екі сөйлеу тілінде ғана емес, сонымен қатар тілдің формалды стиль түрінде, сленгте, поэзияда, немесе Шекспир тілінде және де Библияда қолданылады. Ағылшын тіліне идиомалар Библиядан келсе, ал қазақ тіліне шариғаттан, діни түсініктен де идиомалар туындап жатады. Мысалы, ағылшын тіліне to kill the fatted calf, to turn the other cheek, the apple of one's eye. Қазақ тіліне діни түсініктерден енген идиомалар олар. Азан айтып қойған аты, Алла тұзын көтерді, жан берді, ақ сайтан ұстады, Аллаға тәуекел қылу, тағы да басқа идиомалар бар. Қазақ тілінде де, ағылшын тілінде де адам мүшелерін және жануарларды қолдану арқылы көптеген идиомалар жасалынған. Мысалы, with one's nose in the air, мұрнын көкке шүйіру. Not to believe one's eyes, өз көзіне өзі сенбеу. To have something at one's fingertips, өз ісін бес саусақтай білу. To lay hands, қол ұшын беру. From the bottom of heart, шын жүректен. In the twinkling of an eye, көзді ашып жұмғанша. Two-faced, екі жүзді. To have a sharp tongue, тілі ащы. To get back on one's feet, аяғынан тұру. To break one's neck, мойнын үзу. Hands off, тарт қолынды. Hold your tongue, тілінді тарт. Face to face, бет-бе-бет сияқты идиомалар екі тілде де бірдей мағынаға ие, әрі идиома құрамындағы сөздер де бірдей болып келеді. Сонымен, төмендегі кестені талқылап кетсек. Қолы байланды. Bound hand and foot. Дегенде ағылшындар қол және аяғын байланды деп жеткізсе, ал басын тауға ұру тұрақты сөз тіркесінде kick one's head against a brick wall. Ағылшын тілінде таудың орны кірпіш қабырғаға қарсы тұру делінген. Бас қатыру деген тұрақты сөз тіркесінде to rack one's brains.
Ағылшын тілінде бастың орнына me сөзі қолданған. Ауызды ашпау, to have one's lips sealed. Ағылшындар ерінді жымқыру деп береді. Бас қатыру, to pull someone's leg. Бас орнына ағылшын тілінде аяқ сөзі берілген. Ал қолым қышып тұр дегенде to have itching fingers. Ағылшындар саусағым қышып тұр дейді. Қазақ және ағылшын идиомаларында жан-жануарлардың қолдануы сол этностардың санасына қалыптасқан, әбден сіңген бейнесіне байланысты. Қазақ және ағылшын тілдеріндегі идиомалардың құрамындағы жануар ұғымның беру ерекшелігіне тоқталайық. Қой аузынан шөп алмас. Can say boo to a goose. Қазақ тілінде бұл идиомада қой деген сөзі алынса, ағылшындар қаз деген жануарды қолданған. Іштен шыққан шұбар жылан, a snake in the grass. Қос тілде де жылан сөзі алынған. Қой терісін жамылған қасқыр, wolf in a sheep's clothing. Қос тілде де қасқыр сөзі алынған. Қырқылжың түлкідей, as cunning as a fox. Ағылшын және қазақ тілінде де түлкі жануары бұл идиомада қолданылады. Бір оқпен екі қоянды атып алу. To kill two birds with one stone. Қазақ тілінде қоян деген жануар қолданылса, ал ағылшын тіліндегі идиомада құс деген жануарды қолданады. Ешкінің құйрығы көкке жеткенде, түйенің құйрығы жерге жетеді. When pigs fly, when the cow comes from. Қазақ тілінде ешкі және түйе деген жануарлары бұл идиомада қолданылса, ал ағылшын тілінде шошқа және сиыр жануарлары қолданылады. Ит өмір, a dog's life. Қос тілде де ит деген сөз қолданылған. Ит пен мысықта a lady, a cat, a dog life. Ит және мысық жануарлы алынған. Ендігі кезек практикалық тапсырмада. Көрсетілген ағылшын тіліндегі идиомаларды қазақ тіліне аударыңдар. Ағылшын тілінде quick and dirty. Against the clock. To eat one's word. To cost an arm and a leg. In a nutshell, it's not my cup of tea. Break a leg. Shake a leg. Pushing the envelope. Miss the boat. To feel it one's bones. Walk a mile in my shoes. To count chickens before they hatch. Rat race. The grass is always greener on the other side. Curiosity killed the cat. Blood, sweat, and the tears. To take the cake. To know where the bodies are buried. Save your breath. Жарайсыңдар. Тапсырманы орындап болсаңдар, оны тексерейік. Әрі арзан, әрі үйлесімді. Quick and dirty. Белгіленген уақытқа against the clock. Сөзін қайтып алу. To eat one's word. Тым қымбат тұрады. To cost an arm and a leg. Қысқаша айтқанда in a nutshell. Ұнамайды, бұл маған жат дүние. It's not my cup of tea. Сәттілік, break a leg. Қимылда, shake a leg. Жанашыл болу, жаңа нәрсеге ұсыну. Push in the envelope. Өтті де кетті. Miss a boat. Бір нәрсе боларын сезу. To feel it one's bones. Өзіңді менің орныма қойып көрші. Walk a mile in my shoes. Уақытынан бұрын әлденені есептеп жоспарлап қою. To count chickens before they hatch. Ақшаның соңынан өлгенше жүгіру. Rat race. Біз жоқ жерде жақсы. The grass is always greener on the other side. Мүйіз сұраймын деп сақалынан айырылған. Curiosity killed the cat. Өлермен ісіне жан кешті жұмыс. Blood, sweat, and tears. Бәрінен асып түсу. To take the cake. Әр істің орнын білу. To know where the bodies are buried. Сөз таластырма. Save your breath. Қорытындылай келе, идиома халықтың салт санасы,
дүние танымы, дәстүрлі мәдениеті мен сан ғасырлық білімдер жүйесі тұрақты сөз тіркесінен көрініс тауып, тіл қазынасын ерекше бір қымбат дүние әрі шоқтығы болып көрінетіні белгілі. Тілдің інжу маржандай көрінетін, сөз орамдарының қаймағын бұзбай, орынды жұмсау тіл мәдениеттілігін, сапасын көтеретін жайт. Идиомалар сөзімізді өткір, көрікті, образды ету үшін қолданылады. Жалпы қазақ және ағылшын тілдеріндегі идиомалар өте көп, кен қолданысқа ие және бай. Кен даланы емденген, халқымыздың сөз байлығының нәрлі бастауы ешқашан сарқылмайды. Үй тапсырмасына практикалық тапсырмада берілген идиомаларды қолдана отырып, қызықты оқиға жазу. Слайдта қолданылған мәліметтер 3w.massaget.kz, сондай-ақ 3w.articlekz.com сайтынан алынған. Күнделікті мотивациялық сөздер, өмірге және сабаққа керекті чек-листер, буллет журнал жүйесі мен ағылшын тіліндегі ең әдемі сөздер мен грамматикасын Инстаграмдағы Daily Buoyancy парақшасынан таба аласыздар. Сіздермен бірге болған ментор Жазира. Назарларыңызға үлкен рахмет.